аяғында баспайды, қозғалмайды да, осылай жататын ешқандай не болмайды, осындай бала болады деді. Содан сөйтіп жүрген кезде енді солай болып жатып жүрді. Сосын біз осы күміс су, алтын су, магний су үшеуі сондай балаға көмектеседі, жаңағыдай балаға көмектеседі, эпилепсияға көмектеседі, СПР балаға көмектеседі дегесін. Сол 3 суды алдым, мен 7 айлығынан бастап сол балаға бердім. 3 суды апарып келіме бердім, осыны бер балаға, осыны ішкізе бер деп. Сосын солай ішкізіп жүрді. Қазір Аллаға шүкір, бала уже еңбектейін деп жүр. Қолын басып, қыпырлайды. Мен барсам шашымды ұстауда соткаға таласа, мына мен қазір видеосын көрсетейін. Сосын кеше алдың күні уже баланың біз ана 2 мезгіл 2 рет беретін бір сироп, бір порошогы бар. Гормональный дәрілер ғой. Соны өмір бақи ішіп жүреді, ондай балалар өмір бақи ішіп жүретін дәрі ғой. Ана бала деген толып кеткен тон. Соның біз дәрісін алдында ақын тоқтат дегенде қорқып жүрді келін. Кеше барсам уже сиробын тоқтатып тастаған. Жаңа порошок 2 мезгіл беретін порошоктың 1 мезгілін тоқтатып тастаған. Бала уже жүрмейді да, сөйлемейді да, ешқандай реакция болмайды деген бала. Дәрігерлердің қойған диагнозы. Қарайған халық қуанды.